Барлықтарыңа сәлем. Мен экран жазба түсірген кезде негізі бір нәрсені түсіндіретін болсам, приложениеге кіріп қалай істейді, соның барлығын түсіндіремін. Ал бүгінгі видеода олай болмайды. Себебі бүгінгі видеода мен сендерге қалай телефондағы вирус толық түсіндіретін боламын. Телефонға вирус кірген кезде телефон қатып, бетіне реклама шығып, қайта қосылып, сөніп, сондай проблемалар болады. Сондай ендеше бүгінгі видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Сонымен қатар вирус неден пайда болады? Вирус телефонды тазаламағаннан емес, сізге керек емес приложениені жазып. Мысалы, қазір бірнеше ойындарға және сол рекламаларды басып, жазып алғаннан кейін сіздердің телефондарыңызда ол приложение көрінбей қалады, сосын қатып вирус кіреді. Және ол вирусты қалай кетіреді, телефон өңдейтін адамдардың кейбіреуі де білмеуі мүмкін. Мысалы, сіздер сол ойынды жазып алғаннан кейін, мысалы, мен соңғы рет Ghetto Fonts'ты жазып алдым, және одан кейін жазып алсаңыздар, астына солай түседі. Сол сияқты жазып алған приложениеңіз көрінбей тұрады. Себебі ол вирус болғандықтан ол көрінбейді. Кәдімгідей көрініп тұрған приложение өшірген секілді. Солай көрінбесе де үстін басып көріңіздер. Сол оны кәдімгідей приложениені удалить еткендей удалить етесіздер. Содан кейін автоматически вирус тоқтайды. Видео пайдалы болса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.